Düştü ayak olan kalmasın. Жамал қайдасың? Бір сыйлық алып кеш, Жамал. Барсың ба осы жерде? Мен бір сыйлықты рұқсат етсеңіздер, тойдың басынан осы апамнан бастап бергім келіп тұр. Ішімдеген тауып ал демей, орнынан тұрып, әнін айтып, орнынан тұрып, ортаға билеп келіп жатыр ғой апам, Құдай қаласа. Соған қарағанда апам пенсиясы көп деп ау деймін? Бір апа, көңілді жүріңіз. Апамызға Құдай қаласа бір сыйлық аттанып, қазір табыстаймын. Енді нағашылардың атынан, жақсы адамның хатынан бір әдем тілек жолдайық. Жолы кімде? Кеңістер аға. Ассалаумағалейкум қошылығым. Бүгін Құда қаласа жаңа қызымыздың жұмағы той құтты болсын Құда қаласа. Туған күні болып жатыр екен. Алланың берген жасын жасасын, өмір жасы ұзақ болсын, келін түсірсін, Құда қаласа кішкентайлар көбейе берсін, сол үйде той болсын, әр уақытта сол тойға күліп ойнап кеп қызықшылық атқара берейік. Аман болайық, бәріміз деніміз сау болсын, әр уақытта жақсылық болсын. Olsun, әлбетте ең үлкен менің қазірше. Қазірше емес болсын. Бір апамыз бар, содан кейінгі мен енді. Қайда берек запа? Айтып қояйын дедім, айтып қой деді ғой. Мейлі, мына Гүлдана қызым, туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, өмірің ұзақ болсын. Мына Құда қаласа бала үйлендіріп, келін түсіріп, соның қызығын көре бер, немере шөбере шөпсіз біз сияқты ақ-жаулықты әже бола бер жаным. Солардың қуанышына тоймай жүре бер. 40 жасыңа Құда қаласа 60 жас қосылсын, 100-ге кел айналайын. Көргенің той, жегенің қой болсын, еш жаманшылық көрме. Өстіп, тойларыңда біздерде жүре берейік. Қартайсақ та айналайын. Біздей бола берсін енді бұлар. Құдай қаласа аға. Ой, тамаша. Рахмет, апам тілек айтты ғой. Ең болмаса нағашылар өздеріңіз шапалап ұрып тұра беріңіздер енді. Ал құрметті жастар, енді әрмен қарай жалғаңыздар, арнаңыздар қош келіп жатсыз. Апа кеңізге тілек айтайық. Ойлары құтты болсын, дендері сау болсын. Жүздерін айналайын деймін. Шаршама, сен шаршама деген өздеріңіз ғой. Соның өздері шаршама, дені сау болсын. Қызықшылық ойлар бола берсін, аман болыңдар. Тойда қызмет қылайық. Ал апа. Қызымқа, той құтты болсын. Денің сау болып, осы Алланың берген ол қызымның қызығына тоймай, бақытты әже, бақытты ана бол айналайын. Ал Гүлдана жан, мыңға татитын балаңа Құда қаласа адал келін түссін үйіңе, үбірлі, шүбірлі болып, шөпшек, шөбере көп, бақытты ғұмыр кешің айналайын. Жасыңа жас қоса бер, басыңа бас қосып, денің сау болып, көргенің тек қана қызықшылық болсын. Өмір жасың ұзақ болсын, денің сау болып, бақыттың базарында, Алланың назарында жүр. Мына барлық нағашылардың айтып отқан тілегіне қосыламыз, денің сау болсын. Жұмақ түсен де аман есен өсіп өніп, бала шағаның рахатын көріп, Гүлдананың осындай 100 жасында да тойда бірге бола берейік. Денің сау болсын. Гүлдана сен де келін түсіріп, немерелі болып, шөберелі болып, ақ шашты әже болып жүруіңе тілектеспін. Немере шөбере болып, өзіңмен өзің көбейе бер жаным. Енді Құдай қаласа бүгінгі тойға келіп жатсыздар, бір ақ тілекті арқалап, сол ақ тілекті осы ортада байытайық. Ассалаумағалейкум көпшілік. Тойға жиналған қауым, бүгінгі тойдың себеп беріп отқан мына Гүлдана ханымыздың Құда қаласа мол бастамасы. Жұмаке той құтты болсын. Сіз осылардың бәрін басшы болып той жасап жатқан Гүлдана Құда қаласа болған күні құтты болсын. Құдайдың берген жасын жасай бер. Денің сау болсын.
осы той бәрін жұмысты болсын, құлақ басамын олай келіп басы екеу болып, немере көр, шөбере көр, солардың қызықшына тоймен жүре бер. Үйдің сау ашық болсын, бәрілеріңіз отбасында осы той, сол тойларыңыз тойлар болып жүре берейік. Алама, қош келдің. Міне бағысын басынан сөйлесе болды ма? Болады. Бүгін бәрі дозволено. Ал енді бұл балыңыз өзі ерекше балысы ма өзі? Кепілдерді қызын алған. Бірақ соның барлығын ішіндегі ең жақсы көретін жезде осы дейді мен мақтайтын. Сондықтан мен де бүгін тойына арнайы мақтанып келдім. Сондықтан мына сөздің басымен кішкене өлеңмен бастайын. Өте орынды. Ал енді бұл балыңызды айттым ғой, сонымен өлеңмен келтірейік. Жақында ұстай беріңіз аға. Көргенде сұлулардың мен кішінен, сенің ғой сұлулығыңды мен түсінем. Басқалар түсінбейді. Сондықтан жүзімнің сабағындай деген өлеңнің сөзінде бар. Мінеге сондықтан сол жүзімнің сабағындай болып керемет сұлуларын жүре бер. Жас, қағынатын жас. Сондықтан мына қағынып жүре бер, дені сау болсын, әрқашанда аман болсын. Ал енді мынау ұлымды үйлендіріп соның тойында болайық. Ал енді осындай дәрежеге жеткізіп жатқан мына Жұмайгүл әпше сіздің арқаңыз. Сондықтан осындай аналарымыз аман болсын. Мына сол кісілердің жолын беріп, мына үлкен кісіні сөйледі ғой жаңа. Немере шөбереге жете бер. Әрқашанда өстіп, жездеңнің алдында жайнап, қағынып, іздегенде қасымнан табылып жүре бер. Сондықтан мына балысына арнайы дайындап келген бір әнім бар, қазір болғасы орындап беремін. Болды, керемет. Ал енді жездесі болып келеді екенсіз ғой. Жездесі болсаң сізге бір сұрақ қояйын. Бұл өмірде балдан тәтті не бар? Жездеге? Балдан тәтті дейсің ба? Иә. Кірек балдызда келемін. Болды. Балдан тәтті балдыз бар деген жездеге бір қошемет көрсетіп қойыңыздар ендеше. Осындай жезделеріміз аман болсын. Енді жақсы тілекті айтып алсын, сосын бір ән жолдаймыз, иә? Құдай қаласа. Әрмен қарай, келіңіздер. Аналарыңыздан келіңіздер, той құтты болсын. Армысыздар, тойға жиналған қауым. Мына әпшеміз бүгін дүбірлетіп той жасап жатқан екен. Çünkü әпше құтты болсын. Құдай қаласа ұл-қыздарымыздың қызығын көріп, мінекей ортамызда ойнап көріп жүрген деніңіз сау болсын. Гүлдана, туғанның құтты болсын жаным. Айналайын, өсіріп жатқан ұлыңның қызықшылығын көріп, келін сүріп, немере сүйіп, шөп сүйіп, шөбере сүйіп, Құдай қаласа солардың тойларында ойнап көріп жүре берейік. Соның куәсі болып жүре берейік, жаным аман бол, бақытты болыңдар. Тамаша, керемет, рахмет көп. Бар ма жастар қауымынан? Келіңіздер, енді қалып кетпеңіздер. Бір әдемі тілекті жалғап өтіңіздер. Ассалаумағалейкум, көпшілік қауым. Тойлар құтты болсын. Ал күлігі туған құтты болсын. Құрдаспыз ғой, бір жас арамыз арысы берсін. Енді біз әпше бірінші сіздің қуанышыңыз ғой. Қуаныш құтты болсын. Сіздің жаңағы дүниеге әкелген күніңіз құтты болсын. Сіздің туған күні құтты болсын. Өзіміз денсаулық мықты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, Құдай қаласа жақсы тілектер айтылып жатыр. Періштелер Алла шығарма берсін. Аман есен сіз болып, біз болып, өстіп ойнап күліп, сіз біздің ұзағымызды араласып жүре берейік. Той құтты болсын. Бәрекелді, рахмет. Айтқан тілектеріңізді Алла тағала қабыл ете берсін дейміз. Қалып кеткен ешкім жоқ, кек сәтке. Бұл кісі сөйлемесе мына киікпеген көйлекке обал болайын деп тұр енді расында, бір ауыз тілек айтсын. Ал тойшыл қауым, той құтты болсын. Әпше, той құтты болсын, тойларыңыз той қаласын. Мына отырып отырған олқыздардың қызықшылығын көріңіз. Бәріңіз сіздің арқаңыз. Құдай қаласа, той жақсылық болсын үйіңізде, той болсын. Ал Гүлдана, жаным, туған күні құтты болсын, қырғасын. Денің сау болсын, Аллам берген жасын жаса. Мына бір балаң тақасы мұңға тартсын. Келін ал жақсы, немере сүйі, шөбере сүйі. Бар жақсы тілем осы жерде тілеп жатқан. Тілектердің бәріне періштенің құлағына шалсын. Той боласын. Айт бәрекелді, рахмет. Тамаша. Рая деген қай кісі? Сөйлемесі болмайды деп отыр ғой. Болсын ау. Ал Гүлдана, 40 жасың құтты болсын, денің сау болсын. Өсіріп жатқан ұлыңның қызықшылығын көріп, немере шөбере сүйе бер. Алланың берген жасын жасай бер. Той құтты бола берсін. Бәрекелді, рахмет. Тамаша. Алланың нұры жаусын дейміз.
bir an etmeseniz olmaydı dedi. Mağdur deyip sonra ben bir anda alıp geldim, ortalıklar çeyrek gitti. Ökülü kız dedim yani. Bana distriktin olsa öleceklerdi, ökülüyüm kız. Sonuçta beni ökülü kız bulup, ermesinde şahıl geliyor, kazı ortada. Bir yüzümde yendi. Al jiver yendi. Keremет. Жігіттер намысты қолдан бермейміз. Сіздер барынша тырысып көріңіздер. Мен енді алғашқы болып шыққан бөледен бастаймыз. Бөлекейіңіз мына ортаға таман жақындаңыз. Бар өнеріңізді көрсетіңіз. Бойда не бар, қандай қабілет бар. Ешкімнен қысылмаңыз, көзді жұмып алыңыз да ұра беріңіз ана. Так. Енді арулар, бөлемен қарсы тұра алатын, мен осын жеңе алам дейтін кім бар? Кім бар деген? Қыздардан бірінші болып шығатын, көретін, өлеңнің биі қандай болатынын. Мен көршіден әпкем шығарайын десем, ол кісі жеңіп қояйын деп тұрды. Сізден бастап көрейін ендеше. Бұл кісі болмайды дейді, кеңіз әпкеде. Кесеңізші бір көрейік, намысты қолдан бермей көрейік. Байқайық, алғашқы би енді. Көріңіздер бір... Мына тамақ дайын тұр деп айтып жатыр ма? Тамақ кіргізе берсін де біз ойнай берейік. Тамаша. Ал олай болса бір музыка маэстро бере ғой, шоқ-шоғынан ортаға көрейік. Бөлемен және де көршіміз. Кет! Көмеді! Хопа! Хопа! Тамаша бөле! Көмеді! Көмеді! Хопа!
Böyle. Ana! Ana! Baba! Böyle. Bölüm молодец кәдімгідей қимылдатпаған бір şey жоқ енді. Так, мынау жалпы Нұр Отанның өзі аманат болып өзгеріп жатыр ғой. Мына аманатқа қиянат жасамаңыздар. Кімнің биі ұнап жатыр, соған шапалақ ұрыңыздар енді. Бөле қалай билеп жатыр, ұнап жатыр ма? Жақсы. Көршіміз қалай билеп жатыр, ұнап жатыр ма? Така, тең сияқты енді әзірге тұра тұрыңыз. Бөле біз енді әрмен қарай достардан көрейік. Кеңіз аға. Достардан жарқырап біріншісі ортаға шықты, жұлдызын жанды, енді бір бауырдан көрейік та, бауырдан көреміз ба? Тамаша. Достарға дос салдыңыз ба? Көрейік ендеше. Әкесі көзіміз жұма тұрмыз енді. Ары қарап отыра тұрыңыз деп жатыр ағасы. Кеттік, жібер музыка маясына, көңілдірек қане келіп. Көрейік. О! Кино басталды. Мен ағама риза болдым, қандай би қойсаң да стиль өзгермейтін сияқты ғой сіздің. Бір стильді билей беретін сияқты. Ағамыз қалай билеп жатыр, ұнап жатыр ма? Аздау, бірақ мен ойлаймын, мен де топты жарған осы әпкеміз сияқты. Достардан шыққан әпкеміз қалай биледі? Жақсы, керемет. Ал енді арыстан келген ағамызды көрейік. Бұл кісі сәл асаулығы бар сияқты ма, қалай өзі? Әрекет көрсетесіз енді. Бар өнерді сізге арнайлап осы көршілерімізден құдай қаласа дайындадық. Көріңіз. Алла сізге жар болсын. Кеттік. Музыка маясын жіберді. Ареген болмайды дейді. Маған лезгинка табиғатыма сай келмейді дейді. Қойшы бір нормаль. Ареке қандай музыка қойын айтыңызшы. Разница жоқ, мен онда майлы қожаң дүние деген термесін қоспыш. Ойнап айтам бір шоғынан қой, кеттік жібер. Хопа! Ана! Хопа! Ареке жіберіңіз, ареке! Хопа! Хопа! Günler taştan kızım, dünya hayal havada yükseliriz. Hayalde güzel dediler, müzikime girdiler. Hayalde ecbirler, orada geçmez dediler. Eğlendi bahar yaşlar, yanmadan oldu boylar. Ömür oyundur yerler, amin yapmış kızlar. Uçtu bahar yaşlar, yanmadan oldu boylar. Арыстан келген, Ареген қалай билеп жатыр, ұнады ма сіздерге? Бұл кісі бір андай екенде жаңа оталайын деп тұрады екен да, жеңгемен бір қарайды өшіп қалады екен. Так, әпкеміз қалай билеп жатыр, көршілерден шыққан әпкеміз. Жақсы, керемет, негізі екі кісінің биін бір-біріне ұқсады.
Енді бізде соңғысын көрейік. Ағам что-то десеңізші аға. Давай, Маржан. Ал Маржан әпкеміз енді дайын тұр. Маржан әпке, қандай би айтыңызшы, табиғатыңызға қандай би келеді? Разница жоқ, ұйқым келмейді деген бар ма? Жібер бір шоқ жоғынан жібере ғой, мәреге көрейік. Ал аға, көріңіз. Опа, ада, опа. Iya. Опа. Ада. Опа. Маржан әпке молодец. Не ғой, братан? Сіз достар жағынан ғой, Сіз ағам екеуміз бір жерден үйренгенсіздер ғой, Ұқсай дегенді. Достардан шыққан ағамыз қалай келеді, ұнамады ма? Тамаша. Және де біздің Гүлекеңнің бауыры Маржан әпкеміз қалай билеп жатыр. Мен ойлаймын, енді бұл кісілер барлығы биге дайын екен, өнерлерін көрсетті, билері жақсы, әдемі болып тұр. Бірақ енді бұл кісілер басқа жағынан сынап, сыйлықтарды табыстап, жайғастыра берсек болатын шығар, өйткені аста келіп қалған екен. Бір арнаға құйда қойсаңыздар, жақындап тұрыңыздар. Енді бүгін Гүлекеңге арнап ән саламыз, Құдай қаласа. Ағалар, мен кез келген әріп сол әріпке басталатын бір әнді бастау керексіздер. Ең болмаса екі сөзбен. Кез қой. Атын айта салып, қоя салу деген жоқ. Олай болса, Маржан әпке, жігіттерден бастаймыз ба? Бұл кісілер дайындалайық дейді. Алғашқы әріп алфавит басында А тұрады. Адам басталатын бір ән. Кеттік. 1 2 2,5 Арманай. Арманай. Мақұл, бұл кісіге бірінші простительный болсын. Көрейік. А. Анашым шалқып көрсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыртылайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Тамаша, бір қошеметтеп қойыңыздар. Әдемі. Ареке, А. Ақ көңілді ағарманым, қайсы болып жүр саған жаным, қаншама рет ойлансам да, құпиянды таба алмадым. Тамаша, керемет, Арекеге бір қошемет. Бөлек жота ойланды. Көрейік, А. Менде дауыс жоқ. Дауыс болмаса да екі сөз. Таныс та жоқ, дауыс та жоқ, өнер де жоқ. Так, ну ладно, енді бөлені жіберейік, олай болса қатты қинамай-ақ қойып. Бөлем үшін өлем деп бұл кісі ортаға шықты ғой енді. Бөлесіне бір қошемет көрсетіп, бір сыйлық беріп, Құдай қаласа, дастархан басына жайғастырамыз. Ал, арулар көріңіздер енді. А. Өлі, қазақта адан келетін өлең жоқ қой. А, 1 А. Анашым шалқып көрсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Молодец, әпке. Жақсы. А. Арыстың жақсын. Көріңіз, әпке. Өзіңмен арыстым, өзіңмен таныстым. Ой, әпке ол өй болып кетті ғой. Так, Адан келетін. Түнін ай дейді қандай? Алматының түнін ай. Ну ладно, пока простительно. Так, А. Көрсеңізші, екі атпен келдірсеңіз де болады.
Bir. Alғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ құсым қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді. Керемет, бар екен ғой. Так, А. Арман адастырмай мені қоя тұр, жалған құшағыңды маған жая тұр. Жүрек сені сақтай алмадым, үміт алдадың сен мені, тағы да алдадың. Рахмет. Рахмет. Қайрат ортасына жатып алыпсыз ғой бәріңді. Так, кеттік. М. Айта қойма. Болды, бұл кісі что-то бүгін кредит төлейтін күн ма, настроение жоқ өзі негізі ағамның ше. Бір сыйлықты беріп қойайық, құдай қаласа Алланың нұр жаусын, ағамызға бір қошемет көрсетіп шайға сұрайық. Так, әзірге бізде 3 қыз, 2 жігіт қалды. 4 қыз, 2 жігіт. Олай болса көрейік. М. Көріңіз, мыдан келеді өлең көп негізі аға. М. Әшейінде ауыз жаппас. Көріңіз, дайындала беріңіз. Ареке, М. Милая моя, далеко, сердце без любви нелегко. Вот, Ареке, уже біраз қыздардың басы кетіп жатыр уже. Так, кеттік. Әпкетай, М. Есіңізге түспей тұр ма әпкемізге онда? Құдай қаласа көршілердің адынан шығып, не ғой әпке, бір сыйлық алып кетсеңіз, еңбегіңіз бар ғой, бір қошемет көрсетіп қойып, бұл кісіге де Алланың нұры жаусын. Әпке, М. Көріңіз енді. Bir. Mama. Ana. Сәпші, мамалап кеттіңіз ба, бір деген қылыңыз ба? Так, дұрыс, жарайды, болады. М. Мария Магдалена. О? Мария Магдалена. Мария Магдалена. Bir. Екі. Өкінішке орай 3. Ал олай болса, әпкемізге де рахмет деп, құдай қаласа, бір емес мен бір 2 сыйлық беріп қойыңызшы достардан шыққан әпкемізге. Бір қошемет көрсетіп қойып. Ал, енді Маржан ханым Қайрат ортасында тағы бірден ойлап табады ғой бұл кісі. М. Я люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их в разлуке так мне не хватало. Бог хранит тебя, мама, моя Джана. Я люблю тебя, мама. Так, негізі адам басталды, бірақ санаймыз ба? Ладно, мама туралы ән саналады дейді. Братан, жодан бірдеңе бар ма? Мөлдір жанарың ай, дидар жамалың ай, қалдым ауды қаталмай, қарағым ай. Әзі бар екен ғой, бірдеңе бар екен ғой. Дұрыс, братан, енді дайындалып тұрыңыз, сізге 1 минут уақыт беремін ойлануға. Олай болса келесі әріп бізде С. Сразу бар ма, өтіп кете берейін ба? Өте берем ғой, С. Сенсіз арман бекер ғой, көңіліммен сырласу, өмір заңы екен ғой, кездесумен қоштасу. Қиналсаң да көгерсің, басқа түскен тағдырға, жаным оған не дерсің, жеткізбесе арманға. Тамаша, керемет орындау, керемет ән. Ал, әпке, кісі бара-бара қиналып барады, тірі қашып барады екен. Сіз негізі ана үстелдің қасына барып қоя ма екен, поддержка беріп тұрады. С. Сағыныш сазы сен едің, өзі сен едің, армандай асу ақ гүлім. Ағам, най-най-най.
Сөйтіп ұра берсеңізші. Так, С. Сүйемін сені неге екенін білмеймін. Бұл кісі де жобаға келейін деді кішкене. Бірінші адам бар ма? Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, Алатаудың бауырына. Молодец. Айттым ғой, бұл кісіге 1 минут уақыт берсең болды, жетеді. Так, кеттік, олай болса, ары қарай К әрпі. К. Көктем келді, жетті міне тағы да, мен отырмын тағы да. Сізде най деп ұрасамадыңыз ба? Так, К. Көзімнің қарасы, көңілімнің заласы. Кісі анау индийский сериал сияқты келді, басталып келеді деп өтіп қалдыңыз. Так, көрейік. К. Күміс құман ай, отта тұрған ай, айналайын көршілер. Танып отырған ай. Canım әпшім, молодец. Так, ойланып К. Көршінің қызы керемет еді, әкесі оның жақсы адам. Ауылдан біздің неге кетеді, ауа райы ма жақпаған. Ауылдан біздің неге кетеді, ауа райы ма жақпаған. Жақсы, керемет. Кеттік әрмен қарай С. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, Алатаудың бағын. Миыңыз ашпалау деймін, я С-ға айтып қойдыңыз біз. Так, кеттік әрмен қарай жалғастырамыз. Әпке, дайынсыз ғой, я? Әріп қиындайды енді бара-бара. Сіздер жақтан бастаймыз, ағаларымыз жақтан бастап болдық. Келесі әріп олай болса Т әріпі. Төреғали дегенде басталады Т әріпі. Таңға елес, бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес. Маша, керемет. Т, әпке. Тамаша, 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 най-най-най-най-най-най-най. Болды, осы әпшемнің най-най деген өзі жетіп алыр ғой. Так, Т, братан. Толған ай, бақытты соңған ай, ары қарай маған ай. Дұрыс, болады. Так. Братан, дайындалуға уақыт бердім енді. Анаяқтан бастап келедім. Т. Бір. Тойыңа гүл алып. Екі. Тойыңа гүл алып келдік, біз қуанып, бақыт сәулесін серпенде. Сен туған күн мерекеміз, ән бастайық келекеміз. Ұмытпа сен құрбан, есте қалсын мәңгі бұл күн. Рахмет. Мына ағамыз ән айтқанда кәдімгідей жеке концерт беріп отқан сияқты болып жатыр ше. Так, кеттік енді соңғы әріптер Ш. Шымкенттің салқын сырасы, көрдің бе шұқырдасың. Siz de ona vermelisin, nereden Tak, Ş. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам табынарым, анашым сен ойласам сағынарым. Анашым шалқып күлсе,
қартаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Тамаша, керемет орындал. Ал, әпке, шын. Шаршама да шаршама, аяқ қолың талса да. Әпшем табиғаты өзі сол өлеңге келеді ғой негізі ше. Так, сәл бері жақ тұра қойыңыз. Апалар өтіп алсын. Ша. Шашы ұзын қыз, қандай сұлусыз, қырдың гүліндей құлпырып тұрсыз. Шашы ұзын қыз. Тамаша, керемет. Енді соңғы әріп олай болса сосын табыстаймыз. Қ әріпі. Қ. Өзіміздің Қ. Әпшем бастайды. Қарлығашым. Қандай? Барған жерде бағыңдашым, өзім атына ән айтты. Я, әпшем. Мен айтам дедіңіз да. Так, кеттік. Қарағым-ай, сұлулық осындай болады екен. Бір басқа армансыз қонар екен. Най-най-най-най-най-най. Бәзе өз-өзіне келейін деді ғой. Так, олай болса, көршілерден шыққан әпкемізбенен, Құдай қаласа бауыры Маржан әпкемізге бір сыйлықтан беріп дастархан басына жайғастырайық деп отырмыз. Ортаға шығып, әнін айтып, Құдай қаласа жұлдыздарын жандыртқан әпкелерімізге мың алғыс дейміз. Маржан әпке, рахмет. Ал. Енді ағаларымыз қалды, бұл кісілер не ойлап табады екен. Мен арнайылап бұл кісілерге уақыт бөлдім. Аға, Қ. Қарақат көзді қарағым, айналап өскен самалым, шарлатқан шаттық маралым, жамалымсың. Асылдан алқа тағынып, сәулесі күнге шағылып, жанымда жүрші табынып махаббатым. Болды, құратым, жетіп, жақсы. Мына кісі не ойлап табады екен енді. Көрейін аға. Қ. Қимаймын, дүниеге сенсіз сыймаймын, әнімді саған сыйлаймын. Дүниеге сенсіз сыймаймын, әнімді саған сыйлаймын. Ей, рахмет, тамаша. Негізі той осы екі ағамдікі болды. Жеке концерттерін әдемілеп берді. Бірі, Құдай қаласа, мінекей әпкесі, ініңіз ғой? Ағасы, тамаша, қарындасы үшін әдемілеп ән салып, Арыс қаласынан келген ағамызға, Құдай қаласа, қаншама километрді артқа тастап келіп жатыр ғой. Бір сыйлық ұсынып қояйық. Алла нәсіп етсе, сіздің де шаңырақта той болсын дейміз. Арекеңе бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Енді аға бір сыйлық қалды, Құдай қаласа осы сыйлықпен өзіңізге ұсынам енді. Бірақ барын салып, нарын салып, уақыт тауып, әндерді тауып айтты ғой. Ағамызға бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Алланың нұры жаусын аға, сіздің де шаңырақта той болсын, Құдай қаласа. Азарын көріп, отырсын жайнап төрінде. Әкем мен анам, әкелген адам, бәріңді мына өмірге. Ажарың болып, азарын көріп, отырсын жайнап көрінде. Отырсын жайнап көрінде. Ой, тамаша, едеген орындау, едеген дауыс, Қайреке, Алланың нұры жаусын дейміз. Менің анамды сыйлап кеп отқандарыңа ұшан теңіз алғысым шексіз сіздерге біріншіден. Ал екіншіден, анашым, бүгінгі туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Иншалла тойдың бәрі алда.
тек бақыт, ден сау болса главный. Одан кейін барлығы бола береді. Деніңіз сау болсын. Әрқашан ауырмай, барлықтарыңызға тілерім сол. Шаңырақтарыңызда биік той бола берсін. Арамыз ажырайып осылай ажырамай, сыйластығымыз ажырамай, тойда, тек тойда жинала берейік. Бәрекелді. Ал енді назарды ортаға салайық. Бүгінгі тойдың ханшайымы, бүгінгі тойдың красавицасы, бүгінгі тойдың иесі Гүлдана әпкем келген қонақтарға деген бір ыстық ықыласын білдіріп өтсін. Той құтты болсын әпкетай. Амансыздар ма? Тойшыл қауым. Нағашы жұртым. Рахмет. Мен емес біріншіден анамды сыйлап келгендеріңізге рахмет. Осы анамның арқасы ғой. Осында бәріміздің жиналып отқандарыңыз. Рахмет. Мың алғыс. Анамның арқасында туысқан болып отырған қуанамын. Сіздердің нағашыларына қуаныштымын. Ал өзімнің ағайын жұртыма рахмет сіздерге. Мың алғыс. Алиматова Дәума сізге рахмет. Осы қуанышымды бөлісіп, сөзімді жерге тастамай, әуеседе рахмет. Әкемнен кейінгі қалған сіз ғой енді бұл жерде әулетімізде. Рахмет барлықтарыңызға. Мың алғыс. Әмеші сізге де рахмет. Дәумадан кейін сіз ғой енді мен мамам, Дәума, мен мамам, одан кейін сіз. Иә, кезек болсыздар бар. Ақам рахмет. Жаңа Мұсаба Радиоменде рахмет. Барлығымыз елемеске бір ауыз сөзімді жерге тастамай келгендеріңізге рахмет. Аржанға да рахмет. Өстіп арғымасын алып ордамызға қосқанға рахмет. Бөлелерім қайда екен мен? Бөлелерім нағашыларым екі-ақ келе бақты ғой бесеуі шашып рахмет сендерге де. Мың алғыс. Менің жаңағы мамамның ең кішкентай сіңлісі бар. Сол кісінің ұлы, үлкен ұлы Ахмет Тұрқыш орнынан осы кісінің қызметі маған көп жаңағы еңбегі сіңген Назым Ахметтің ұлы. Бұл жерде менің бір айтып кетейін деген бүгін барлығыңыздың орталарыңызда мен айтып кеткім келеді. Осы Түркістанға бірден-бір келуге себепкер болған менің анамның ең кішкентай сіңлісі. Қазір орныңызға тұрыңызшы. Осы кісінің арқасында мен осында келгем. Осы кісі мені осында алып келіп, 1,5 ай машинада жүріп, түспей, еңбегінің бәрін тастап, еңбегінің бәрін, жұмысын бәрін тастап, еңбегінің бәрін тастап, осы кісі маған ұят беріп көмектескен, осы кісіден алып келген осы кісі. Рахмет. Қошеметтер қойыңыздар. Сосын Құдай қосқан қоныстарым, рахмет сіздерге. Мың алғыс. Осындай сыйлап, сіз біздесіп, осында келгендеріңізге мың алғыс. Пернекүл апа сізге рахмет. Мирайше рахмет, Құдайше рахмет. Қатем біліп, рахмет үшін барлықтарыңызға. Мен жаңағы баламның достылары бар. Осында біз 2019 жылы көшіп келдік. Сонда көшіп келген кезімізде менің балам осында 2003 жылы балдармен дос болады. Сонда дос болған кезде осы кісілердің бала-шағалары екен. Мені біле бермеймін. Сөйтіп осы кісілермен Общем, не керек, осы кісілермен дәм-тұз боламыз, бірге дастарханда отырамыз, сіз біздесеміз. Общем, ағайын болып араласып кеттік. Қазір күнде жағдайымызды 2-3 рет сұрамасақ ішіміз ауырып жатыр, иә? Бұл кісілер сұрамаса да мен сұрай беремін. Рахмет сіздерге, мың алғыс өсіп, сыйлап келгендеріңізге рахмет. Енді мына менің 11 жыл бірге өскен құрбы-құрдастарым. Рахмет сендерге, сыйлап келгендеріңе рахмет. Осы қыздардың ішінен Жанар ғана атылып келіп тұр. Рахмет Жанар. Қалғандары Каспийден деді, Каспий теңізінде жүргенде қалғандар қойды. Қамақта рахмет, күйеу бола. Мен бауырым келіп отыр, келіншегін алып келіп отыр. Мынау Жақсылық деген неміз бар, Жақсыбек деген кластасымыз бар. Бірақ бұл кісі негізі Астанада тұрады. Бұл жаққа дәм-тұз бұйырды ма, білмеймін, менің асым бұйырды ой деймін. Кеп қалды. Рахмет. Шақырғасын кеп тұрғайды біздің. Рахмет. Мен негізі осында көшіп келместен бұрын Астанада жұмыс істеген 5 жылда. Сол кезде істеген кезімде
Çöpe kilamış ben. Осы класстасым өзінің военныйде үйі болды. 4 бөлмелі үй болды. Сол кезде осы класстасым мені үйіне кіргізіп, осы кісі бір бөлмесін маған берген. Осы кісіні бәрімізіміз бірге болып. Әйелі де мені шеттеткен емес. Осы 84-тің барлығының келіншектеріне рахмет. Барлығы қыз келді деп төріне шығарады. Класстарына рахмет шынын айтсам. Астанада тұрып, өзіміз сол етпен айналыстық. Сонда қан болып келеміз. Үшке қан сақсақ келеміз жаңағы. Ет сатамыз ғой енді. Сонда жүрген бейміз ғой сонда. Бірақ қан сасып тұрамыз. Жетінде жұмыс істегенбіз. Енді ол еңбектің заңы дейді ғой. Таза еңбек енді ол термен еңбек. Рахмет досым. Әлі бар ау сол иіссізді. Бар. Әлі сұхбат деген бар екен. Азат деген класстасым бар. 11 жыл бірге оқығанбыз. Бұл негізі келіншегімен келеді, бұл жылғы жалғыз өзбекті. Рахмет. Қойып екке бөлініпті, келіншегі екінші тара кетті. Рахмет. Сосын Бақыт деген бұл да туған класстасым. Қолын бетіп алып барады. Аяда ана не деген магазин болады, қырылдап. Содан украдық деп дейміз да, бұл қолын содан бұл класстасым. Сосын молодец, келіншегінде өздері бұл Астанада тұрады. Осы мен үшін ауылға келіп, жұмыстарға келіп. Рахмет, үшін Бәрекелді, рахмет. Мінеке Гүлекеңде арнайылап барлық келген қонақтарға алғысын білдіріп жатыр. Алланың нұры жаусын, шаңырақтарыңызда тек қана той болсын дейміз. Ал олай болса Гүлеке, мына достарды қасына жақындап, Құдай қаласа Жамал ұлымызды ортаға алып, бір естелікке суретке түсіп алайық. Келіңіздер, жақындаңыздар бүгінгі күн. Şaşırsın